Камера қосылды ма? Асхат, бастаймыз ба? Наурыз, Наурыз! Наурыз, Наурыз! У меня все праздник, все от души. Ну скажи, вообще, қымыз вкусный был? У меня, да. Театр киімілгіштен, ал Павлодардың орталығындағы басты мерекелер осындай бетон қоршаулардан басталады. Сәлем достар, менің есімім Ырымбек Қабиден. Мен сіздерге мерекелік думаннан арнайы репортаж жасамақпын. Сонымен 22 наурыз Павлодар ұлыстың ұлы күні біз бастаймыз. Сатпаев пен Астана көшелерінің бойларында 100 киіз үй төгілген. Бейресми ақпарат бойынша орталыққа 15 мыңнан астам адам жиналған. Француз әтірінің иісі. Жоқ, палаудың иісі шығып тұр. Жүріңіздер, мерекелік палаудың дәмін татайық. Кейбір аспазшылардың наным сенімі бойынша палаудың ең дәмдісі қазанның түбінде болады. Сол себептен біз ұзын-сонар кезекті соңына дейін күтіп, палаудың дәмін татуды ұйғардық. Жалпы бүгін тойып секіретін күн, ендеше барып билейік. Nauruz, Nauruz, chalo shekela ay ay. Mundiyat bach ke rahi, ni tu hune hoyi mutiyar. Mundiyat bach ke rahi, ni tu hune hoyi mutiyar. Mundiyat bach ke rahi. Is this Nauruz праздникында? Is this real? Достар, сіздер осы күнге дейін тірі домбыра көрдіңіздер ме? Жоқ шығар, ал мен көрдім. Ол сөйлейді және ол кез келген күйді ойнап береді. Сәлем. Домбыра, сен маған күй ойнап бересің ба? Жаңа ғана сіздер тірі домбыраны көрдіңіздер, ал енді алтын домбыраның иегері Аспанбек Шұғатаев та өзінің туған қала Павлодарында жүр екен. Сәлем Аспанбек. Ассалаумалейкум. Мереке құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Қалай көңіл күй жалпы? Көңіл күй жақсы, тура бір Павлодардың наурызы емес, бір Алматының наурызындай бір әдемі күннің көзі де, халықтың көңілі де бәрі бірдей тамаша болып тұр. Өздеріңе де наурыз құтты болсын ол. Аспанбек, енді мен өзімнің жеке видеоблогымды бастадым YouTube-та. Сен енді біздің каналымызға өзінің тілегіңді айтып кетсең. Бәрекелді. Әрине құтты болсын. Түсіретінің видеоблог болсын, видеоларың от болсын, подписчиктарың көп болсын, дизлайктарың жоқ болсын. Сол сенің видеоңды көрген халықтың бәрінің көңілі көк болсын. Бастысы болсын біздің елімізде, туған жерімізде осы наурыз секілді той думандар көп болсын дейміз. Рахмет Аспанбек, ұлыстың ұлы күні оң болсын. Әмин, рахмет, бірге болсын. Қала тұрғындары мен қонақтары қызықты думанға, ал өнерпаздар жұртты таң қалдыруға асығуда. Мерекеге орай құрылған балдырғандар алаңында осындай тосын сыйлар өте көп, солардың бірі менің қолымда. Мұна киіз үй орталық алаңда бар киіз үйлердің ең кішкентайы, оның ұзындығы 5 сантиметр. Оны мерекеге орай Павлодардың оқушыларының бірі арнайы жасаған. Сондай-ақ Павлодар облысының 20 мың оқушысы бір жыл ішінде дәл осындай биіктігі 5 сантиметрден 3 метрге дейін жететін осындай киіз үйлерді жасаған. Қызық мұнымен шектелмейді. Сондай-ақ 25-ші мектептің ұжымы әз наурызға орай бауырсақтың 10 түрін пісіріп үлгерген. Әсел ханым келіп, бауырсақтың нақты қандай түрлері алдымызда дастарханда тұр, соны айтып берсеңіз. Сіздердің алдарыңызға ұсынып отырған бауырсақтың түрлерінің біріншісі ол қойшы бауырсақ деп аталады. Қойшы бауырсақ деп аталуының себебі кішкентай бауырсақ қылып пісіріп, ата-бабаларымыз қой бағып жүргенде қалталарына салып жеп жүрген екен. Келесі бауырсақтың түрі бұл өрме бауырсақ, яғни қыздың шашы сияқты өріліп пісірілген бауырсақ. Келесі бауырсақ балаларға есік алдында ойнап жүрген балалар жесін деген мақсатпен бала бауырсақ. Бұл енді барлықтарыңызға белгілі ши бауырсақ. Және де бұл бауырсақты біз құда-құдағи бауырсақ деп атадық. Яғни құда-құдағилар мәңгілік бірлікте болсын, ауызбіршілікте болсын, бірге болсын деген мақсатпен жасалған бауырсақтар.
Бұдан басқа енді келіншек саусақтары, қыз бауырсақ, той бауырсақ, құдайы қонақ бауырсақ, білезік бауырсақ деген түрлері болды. Енді өкінішке орай олар қазір таусылып қалды. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Міне біз дәмдадық. Қайсысын ұсынар едіңіз? Кез келгені барлық дәмді. Қойшы бауырсақты татып көрейік. Тегіз. Ол енді бір құмалаққа ұқсайды екен, ә? Сол ғой. Дәмді екен. Hoş geldin Navruz, Navruz, Navruz. Al elinde sürelim, şörelim. Önünde dürsül kalkan жомар, жүрегіме құлақ сал, білегіме. Сонымен Павлодардағы Наурыз мейрамына арналған басты думан мәресіне жетіп, халықтың 30 күн ойын, 40 күн тойына бастау берілді. Айтпақшы, репортажымыздың басында келушілердің саны 15 мыңнан асқан хабарласақ, думанның кешіне дейін халықтың саны 50 мыңнан асып жығылды. Егерде сіз осы 50 мыңның ішінде болсаңыз, видеоның астына лайк басып, тамыр таныстарыңызға тарата жүріңіздер. Келесі көріскенше, қош сау.